Сәлем достар. Біз қазір екі түрлі пицца дайындаймыз. Қамырымыз дайын, мінекей. Қазір бір қамыр, екінші қамыр саламыз. Азбыр болмасын. Так. Вот. Пауза. Міне пиццаны қамырын дайындап алдық. Жайып алдық. Енді түбін тесеміз. Көтеріліп кетпес үшін міне осылай дайындаймыз. Так, екі түрлі пицца дайындаймыз. Біреуі пепперони сияқты ашты пицца, ал екіншісі алма қосылған, үкіштен өткізген алма қосылған пицца. Біреуі итальянский пицца, а екіншісі қазақша пицца деп айтайыншы. Бірақ енді колбаса қосылған. Так, енді бұған біз мынаған біз бірінші кетчуп жағамыз. Жақсылап кетчуп жағамыз. Міне кетчупымызды жағып алдық. Мынау чеснок қосылады, ашты бұрыш қосылады. Бұл ашты пиццамыз біздің, пепперони деген сияқты. Ал мынау бізде кисло-сладкий, қазақша деген сияқты, қазақша пицца болады. Бұған біз колбасамыз саламыз бетіп. Слай. Так, енді пикантный дәм беру үшін біз кішкене лимон қалманы қосамыз. Сонда бір керемет дәм беріп тұрады. Астында пияз, үстінде бетінде алма. Сонда бір керемет бір дәм беріп тұрады. Так, енді сырды саламыз. Так, аштыға осы сырды салып жабамыз осылай. Сырмен. Так, міне осылай сырмен бетін жабамыз да духовкаға салып пісіріп аламыз. Дайын болғанда айтамын. Ал достар, міне пиццаларымыз дайын болды. Мынау жаңағы ашты пиццамыз, пепперони деген. Міне бұлай кесіп, бұны дастарханға қоямыз. Так, бисмилля. Окей. Так, бір дайын. Енді екіншісін кесеміз. Бір астықтау. Намаз оқып жүргенде мынау кейін күреп кетіпті. Так. Бұл өте пышный, который бұл колбасамен жасаған. Так. Ох, алманың иісі. Күшті отыр. Мінекей, бұл да дайын. Бұны да бұлай саламыз. Бисмилля. Мінекей пицца деген піскен ас, аузымызға түскен ас деп бұйырса жеп аламыз. Мінекей екі түрлі пиццамыз дайын. Ас болсын.